Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жасайтынымыз тойбастар. Оған қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Бізге осындай көкөніске арналған қорапша керек. Оны ыстық желіммен желімдеп шығамыз, және де картонымызды осылай қиып алып, ішкі жағына жабыстырып шығамыз. Картонымызды жабыстырып болған соң ыстық клейімізбен желімдеп шығып, көлеміне сай етіп, губкамызды қиып, ішкі бөлігіне жабыстырып шығамыз, және сыртқы бөлігіне де көлеміне сай қылып қиып шығып жабыстырып шығамыз. Және де картонмен ішкі бөлігінің екінші жағында жабыстырып шығамыз, губкамен және картонмен. Ішкі жағын айналдыра губкамен желімдеп шығамыз, және де сыртқы бөлігінде көлеміне сай картонмен қаптап және губкамен қаптап шығамыз. Бүкіл қырларын, барлық жерлерін дөңгелек етіп қиып шығамыз. Алдыңғы бөлік пен артқы бөлікке картонның губка жабыстырылған болса, екі қырына тек қана картон жабыстыратын боламыз. Шеткі бөлігін картонмен қаптап болған соң, тойбастарымыздың сыртын қаптауға кірісеміз. Мен ақ түсті турецкий матасын таңдадым. Тігінен 35 см, көлденен 150 см етіп матамызды қиып алдық. Матамызды әдемі етіп шеткі бөлігінен бастап клеп шығамыз. Астыңғы бөлігін және де сыртқы ішкі бөліктерін барлық жерлерін әдемі етіп клеп шығамыз. Барлық жерін әдемі етіп айналдыра отырып ыстық желімімізбен клейлей береміз. Осылай. Барлық жерін матамызбен сыйлық қорабын ораған секілді етіп, әдемілеп қырларын барлық жерлерін жабыстырып шығып болған соң, тігіс секілді мына жерін ыстық клеймен бүлдірмей жабыстырып шығамыз. Бізге тағы да картонның мата керек. Картонымыздың көлемі 36-27 см. Матамызды 41-32 см етіп қиып аламыз. Және де ыстық клеймен желімдеп, бір-бірін шеттерін қайыра жабыстырып шығамыз. Және де бүкіл шетін жабыстырып болған соң, осылай артық маталарын шеткі бөліктерін қиып, қайырып, клейлеп жабыстырып шығамыз. Және де тағы да бізге картонмен мата керек, бұдан үлкенірек. Картоны 39-29, матасы 41-31 см болады көлемі. Оларды барлығын қиып болған соң, ыстық желіммен шеткі жағын қайыра отырып жабыстырып шығамыз. Шеттерін айналдырып жабыстырып шыққан соң, артық маталарын қиып тастап, ыстық желіммен клейлеп шығамыз. Және де бізге сәндігі үшін осындай арқанша жіп керек. Бізде қоржынның ортасын тесіп, шеткі жағынан губканың ойық жеріне сәйкес келтіріп жіпті астыңғы жағына жіберіп, байлап шығамыз. Ол байланған жіптің білінбесі үшін матаның астына кіргізіп жібереміз. Және де келесі жағына да солай жіпімізді байлап шығамыз. Жаңа қапталған картонымызды кіші бөлігін
ішкі жағына ыстық желімнің көлемімен жабыстырып шығамыз. Және үлкен бөлігін сыртқы жағына ыстық желімнің көлемімен жабыстырып шығамыз осылай. Және де осындай ашық жерлер қалып қойған болса, ыстық желімнің көмегімен жабыстырып шығамыз. Ондай жерлер қалып қойған болса, әдемі көрінбейді, сондықтан барлық жерін жабыстырып шығамыз. Ендігісі тойбастарымыздың беткі жағын әрлеп шығамыз. Әрлеп тұру үшін осындай брошка керек. Бізге брошканы астыңғы бөлігіне шашақ жалғаймыз. Шашақты жалғау үшін осы шеге барлығын құралдарды қолдана отырып шашағын жалғап шығамыз. Дайын болған брошкамызды ыстық желімнің көмегімен дәл ортасына клейлеп шығамыз. Ендігісі қоржынымыздың аяқтарын тағып шығуға кірісеміз. Осындай аяқтар керек. Оларды ішкі жағынан ыстық желіммен жабыстырып шығамыз. 4-4 жағына барлығын ыстық желімнің көмегімен бекітіп жабыстырып шығамыз. Аяқтарының клейі кепкен соң осындай қосымша түсіп қалмасы үшін шуруппен тағы да бұрап шығамыз 4 аяғында. Ендігісі бізге фатин матасы керек. Фатин матасын ішкі жағынан клеймен жабыстырып шығамыз, айналдырып бүкіл жағынан. Мінекей осындай әдемі қоржын шықты. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, және де ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.